21 тамыз эмоция мен ойдың, арман мен нақты қадамның түйіскен күні. Бұл күнде аспандағы планеталардың орналасуы әр жұлдыз белгісіне өзінше әсер етеді. Кейбіреулер үшін жаңа мүмкіндіктер есік қақса, енді біреулерге өткеннен сабақ алып, болашаққа дұрыс бағыт таңдау ұсынылады. Айдың энергиясы сезімдерге ерекше күш берсе, күннің ықпалы батылдық пен табандылық сыйлайды. Бұл күні ойда жүрген жоспарларды нақты қадамға айналдыруға, жаңа бастамаларға тәуекел етуге қолайлы уақыт. Алайда асығыстық танытпай, әр істі ой елегінен өткізу маңызды. Жұлдыздар адамдар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға, сүйіспеншілікті арттыруға, сенімге сүйенуге кеңес береді. Кейбір белгілерге жұмыс пен табысқа байланысты тосын жаңалық келсе, кейбіреулер үшін рухани дамуға көңіл бөлу қажет болады. Олай болса, бүгінгі күнде әр жұлдыз белгісін не күтіп тұрғанын бірге біледі. Тоқты. 21 тамыз тоқтылар үшін ішкі қуат пен алға жылжудың күні болмақ. Бұл күні сіздің бойыңызда ерекше белсенділік оянып, көптен бері қолға алуға, бата жетпей жүрген істерді бастауға дайын боласыз. Әсіресе жұмыс пен жеке бастамаға қатысты жаңа идеялар туындап, оларды жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Қаржы мәселесінде жұлдыздар абай болуға кеңес береді. Жоспарсыз шығындардан қашық болғаныңыз жөн. Егер ойыңызда көптен бері инвестиция салу немесе жаңа жобаны бастау болса, асықпай зерттеп барып шешім қабылдағаныңыз дұрыс. Қарым-қатынаста тоқтылар үшін бұл күн жылы әрі қолайлы. Жақындарыңызбен ашық сөйлесіп, көңіліңіздегі ойды жеткізсеңіз, араларыңыздағы сенім бұрынғыдан да күшейе түседі. Жүрегі бос тоқтылар үшін күтпеген кездесулер, жаңа таныстықтар орын алуы ықтимал. Денсаулықта белсенділік жоғары болғанымен артық күш жұмсаудан сақтаныңыз. Спортпен айналысаңыз да, шектен тыс ауыр жаттығулардан қашық болғаныңыз жөн. Күніңіздің ұраны, батыл қадам, жаңа күні. Торпақ. 21 тамыз күні торпақтар үшін тұрақтылық пен байсалдылық басты орында болады. Сіз көптен бері күткен тыныштық пен өз ойыңызды реттеуге жақсы мүмкіндік аласыз. Бұл күн қаржы мен тұрмыстық мәселелерді жүйелеуге өте қолайлы. Күнделікті шаруаларды реттеп, алдағы жоспарларды нақтылап алсаңыз, болашақта бәрі жеңілдейді. Жұмыста әріптестермен бірлесіп істейтін жобалар сәтті жүруі ықтимал. Сіздің шыдамдылығыңыз бен ұқыптылығыңыз өзгелерге үлгі болып, басшылық тарапынан жоғары бағаланады. Егер жаңа бастамаларға ұсыныс түссе, бас тартпағаныңыз абзал, дәл осы күн сіз үшін сенімді іргетас қалап бермек. Қарым-қатынаста торпақтар жылы сөзге зәру болуы мүмкін. Сүйікті адамыңызға көңіл бөліп, сезіміңізді ашық білдіріңіз. Жүрегі бос торпақтар күтпеген жерден ерекше жанды кездіруі мүмкін. Денсаулық жағына келсек, дұрыс тамақтану мен ұйқы режиміне мән беріңіз. Бүгін ағзаңызды артық жүктемей, сабырлы өмір ырғағын сақтаған жөн. Күніңіздің ұраны, сабыр, сәттіліктің негізі. Егіздер. 21 тамыз күні егіздер үшін ой мен сөздің күші ерекше болады. Сізді шабыт пен жаңа идеялар жетелейді. Бұл күнде айналаңыздағы адамдарға өз ойыңызды жеткізу оңай, ал сіздің айтқаныңызға жұрт құлақ асады. Сіз үшін қарым-қатынас пен байланыстардың маңызы артады. Жұмыста креативті ойларыңыз бен тапқырлығыңыз назардан тыс қалмайды. Басшылық тарапынан ұсыныстар немесе жаңа жобаларға қатысу мүмкіндігі туындауы ықтимал. Егер шығармашылық салада жүрсеңіз, бүгін ерекше жетістікке жете аласыз. Қаржы мәселесінде егіздерге ақылмен шешім қабылдау қажет. Жаңа сатып алуларға асықпаңыз, әрбір қадамыңызды ой елегінен өткізіңіз. Махаббатта көңіл күйіңіз құбылмалы болуы мүмкін. Бірде ашық жарқын, бірде тұйық сезімде болуыңыз жұбыңызды шатастыруы ықтимал. Сондықтан сабырлы болуға тырысыңыз. Ал жалғыз егіздерге бүгін жаңа таныстықтар күтпеген жерден келуі мүмкін. Денсаулық тұрғысынан жүйкеңізді тыныштандыруға көңіл бөліңіз. Жаяу серуен, таза ауа мен кітап оқу сізге демалыс береді. Күніңіздің ұраны, сөз ойдың айнасы. Шаян. 21 тамыз күні шаяндар үшін отбасы мен ішкі сезімдер алдыңғы орынға шығады. Бүгін сіз өзіңіздің жүрегіңізге жақын жандармен уақыт өткізгіңіз келеді. Үйіңізді жайлы етіп, тыныштық пен жылулық сыйлау басты мақсатыңыз болмақ. Жұмыс орнында аса белсенді бола қоймайсыз, бірақ бұрынғы еңбегіңіздің жемісін көресіз.
Бүгінгі күнді есеп-қисап, жоспарлау немесе маңызды құжаттарды реттеуге арнаған жөн. Интуицияңыз күшейіп, кішкентай нәрсенің өзін дұрыс аңғарасыз. Қаржы мәселесінде үнемділік танытасыз. Артық шығынға бармағаныңыз жөн. Бұл күні материалдық емес, рухани байлыққа мән берген дұрыс. Махаббатта шаяндар ерекше нәзіктік пен қамқорлыққа толы болмақ. Жұбыңызбен бірге болу, әңгімелесу екеуіңіздің қарым-қатынасыңызды нығайтады. Ал жалғыз шаяндар үшін жүрекке жақын бір жанмен танысу ықтималдығы жоғары. Денсаулыққа келгенде дұрыс ұйқы мен дұрыс тамақтану маңызды. Әсіресе ас қорыту жүйесіне көңіл бөліңіз. Бүгін тыныштық пен ішкі үйлесім сізге қуат береді. Күніңіздің ұраны, жылулық пен қамқорлық менің күшім. Арыстан. 21 тамыз күні арыстандар үшін өздерін жарқыратып көрсетуге тамаша мүмкіндік туады. Бүгін сіздің сөзіңіз өтімді, ойыңыз нақты, ал харизмаңыз ерекше байқалады. Жаңа идеялар мен бастамаларды қолға алу үшін қолайлы сәт. Жұмыс пен мансапта жетекшілік қабілетіңіз айқын көрінеді. Әріптестер арасында сізге сенім артып, жауапты істі тапсыруы мүмкін. Бүгін батыл әрекет жасасаңыз, жақсы нәтижеге қол жеткізесіз. Қаржы тұрғысынан күтпеген табыс болуы ықтимал. Бірақ артық шығынға берілмей, ұзақ мерзімді жоспар құруды ұмытпаған жөн. Махаббатта арыстандар ерекше назарда болады. Жалғыз жүрсеңіз, қызығушылық танытатын жан табуыңыз мүмкін. Ал сүйіктісі барлар қарым-қатынаста романтика мен түсіністі сезінеді. Сіздің жылулығыңыз бен ашық жүрегіңіз серігіңізді баурап алады. Денсаулыққа келгенде күш-қуатыңыз мол, бірақ энергияңызды дұрыс бағыттап жұмсаған абзал. Белсенді спорт, серуен немесе би сізге пайдалы болады. Күніңіздің ұраны, өз жарығымды өзгелерге сыйлаймын. Бикеш. 21 тамыз күні бикештер үшін тәртіп пен жоспарлау ерекше маңызға ие болады. Бүгін ойыңыз айқын, ұсақ түйекке дейін байқайсыз, сондықтан күрделі тапсырмаларды шешуге тамаша мүмкіндік туады. Жұмыс барысында сіздің ұқыптылығыңыз бен жауапкершілігіңіз басқалардан ерекшеленіп тұрады. Құжаттар мен есеп-қисаппен немесе ұйымдастыруды қажет ететін істермен айналысуға қолайлы уақыт. Әріптестеріңіз сіздің көмегіңізге жүгінуі де мүмкін. Қаржылық тұрғыда шығынды азайтып, жинақ жасауға қолайлы күн. Инвестиция немесе ұзақ мерзімді жоспарға қатысты жақсы ойлар келуі мүмкін. Махаббатта бикештер сабырлы әрі қамқор күйде болады. Жақын адамыңызға көңіл бөліп, ұсақ сыйлық немесе жылы сөз айту арқылы қарым-қатынасты нығайта аласыз. Ал жалғыз жүргендер күтпеген жерден жүректерін жаулап алатын жанмен танысуы мүмкін. Денсаулықта асқазан мен жүйкеге назар аударыңыз. Дұрыс тамақтану мен демалысты ұмытпаңыз. Бүгін табиғат аясында тынығу сізге ерекше күш-қуат береді. Күніңіздің ұраны, жоспарым менің жетістік. Таразы. 21 тамыз таразылар үшін тепе-теңдікті сақтау және қарым-қатынаста үйлесім табуға қолайлы күн болмақ. Бүгін сіздің сұлулыққа, әділдікке және келісімге деген табиғи ұмтылысыңыз алға шығады. Жұмыс саласында сіздің дипломатияңыз бен әдемі сөйлей білу қасиетіңіз көп нәрсеге жол ашады. Келіспеушіліктерді шешуде сізге сенім артады. Жаңа серіктестік немесе келісім жасауға ыңғайлы уақыт, бірақ барлық ұсақ түйекке мән бергеніңіз жөн. Қаржылық тұрғыда аса сақтық қажет. Артық шығын жасау немесе көңіл көтеруге көп ақша жұмсау қаупі бар. Жоспарлы әрі есеппен әрекет етсеңіз, жағдайыңыз тұрақты болады. Махаббатта романтикаға толы сәттер күтіп тұр. Жұпта жүрген таразылар бірге уақыт өткізіп, екеуара түсіністікті арттырады. Ал жалғыз жүргендер әдемі әңгімеден басталған таныстықтың жалғасын табуы мүмкін. Денсаулыққа келсек, эмоционалды шаршауға бейімсіз. Музыка тыңдап, серуендеп немесе өнермен айналысу сізге жан тыныштығын сыйлайды. Күніңіздің ұраны, үйлесім ішкі және сыртқы күшім. Саршаян. 21 тамыз саршаяндар үшін ішкі түйсікті тыңдайтын, құпияларды ашатын және жаңа мақсаттарды айқындайтын ерекше күн болмақ. Сіздің бойыңыздағы күш-қуат пен табандылық бүгін алға жылжуға көмектеседі. Жұмыста өз пікіріңізді батыл қорғап, жаңа жобаларды қолға алуға дайын боласыз. Басқалардың қолынан келмейтін міндеттерді сіз сенімді түрде орындайсыз.
Бірақ тым қатаң болмауға тырысыңыз, серіктестермен тіл табысу ұзақ мерзімге пайдалы. Қаржы саласында тиімді шешім қабылдау мүмкіндігі бар. Инвестиция, ірі сатып алу немесе қосымша табыс көзін табуға қолайлы уақыт. Бірақ асығыс әрекеттен гөрі есеппен ойнаған дұрыс. Махаббатта сезімдеріңіз тереңдеп, серіктеске деген шынайылық күшейеді. Жұптағы саршаяндар жан-жарына қамқорлық танытады. Жалғыз жүргендер жүрегін баурап алатын ерекше адаммен жолығуы мүмкін. Денсаулығыңызға көңіл бөліңіз, энергияңыз көп болғанымен, оны дұрыс бағытта жұмсамасаңыз, шаршап қалуыңыз ықтимал. Медитация, спорт немесе суда серуен сізге күш береді. Күніңіздің ұраны, табандылық менің ең үлкен артықшылығым. Мерген. 21 тамызда мергендер үшін күн өте белсенді, жаңа мүмкіндіктерге толы болмақ. Сіздің оптимизміңіз бен батылдығыңыз кез келген қиындықтан шығуға көмектеседі. Жұмыста жаңа идеяларды ортаға салып, өзгелерді шабыттандырасыз. Әдеттегі міндеттерді жылдам орындап, шығармашылық шешімдер таба аласыз. Егер ұзақ уақыттан бері ойлаған жобаңыз болса, дәл бүгін оны бастауға тамаша мүмкіндік. Қаржыда күтпеген табыс немесе пайдалы ұсыныстар алуыңыз мүмкін. Бірақ асығыстық жасамаңыз, үлкен соманы жұмсамас бұрын жоспар құрып алғаныңыз жөн. Махаббатта көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Серіктесіңізбен бірге саяхатқа бару, қызықты іс-шараларға қатысу немесе болашаққа жоспар құру сәтті өтеді. Ал жалғыз жүрген мергендер жаңа таныстыққа тап болып, жүрегін жаулап алатын жанмен кездесу ықтималдығы жоғары. Денсаулыққа байланысты өзіңізге шамадан тыс жүктеме бермеңіз. Энергия көп болғанымен, бәрін бір күнде тындыруға тырыспағаныңыз дұрыс. Демалыс пен спорт арасындағы тепе-теңдікті сақтаңыз. Күніңіздің ұраны, еркіндік пен шабыт менің жол көрсетушім. Тәуешкі 22 желтоқсан 19 қаңтар. 21 тамызда тәуешкілер үшін сабыр мен табандылық ең үлкен күшке айналады. Бұл күні сіз өзіңізге үлкен мақсат қойып, оған нық қадамдар жасайсыз. Жұмыс пен мансапта басқалардың көзі сізге ауады. Жетекшілік қабілетіңізді байқатып, жаңа жауапкершілік алуыңыз мүмкін. Әріптестерден немесе басшылықтан қолдау сезінесіз. Егер бұрыннан бері бастауға қорқып жүрген жоба болса, дәл қазір соған кірісуге сәтті кезең. Қаржы жағы тұрақты. Ақшаңызды дұрыс басқарсаңыз, жақында ірі пайда келетін шешім қабылдайсыз. Жаңа инвестиция не сатып алуды ойласаңыз, асықпай, жақсылап зерттеңіз. Махаббат саласында аздап салқындық болуы мүмкін. Серіктесіңізбен түсініспеушілікті болдырмау үшін ашық сөйлескеніңіз жөн. Ал жалғыз тәуешкілердің жүрегіне ерекше әсер қалдыратын адам жолығуы ықтимал, бірақ уақыт бәрін өз орнына қояды. Денсаулықта өз ағзаңызды тыңдаңыз. Жұмыс бастылықтан шаршап, энергияңыз төмендеуі мүмкін. Демалысты да ұмытпаңыз, таза ауа мен дұрыс тамақтану сізге күш-қуат береді. Күніңіздің ұраны, сабыр мен еңбек табыстың кілті. Су құйғыш. 21 тамызда су құйғыштар үшін шығармашылық пен жаңа ойларға толы күн болады. Сіздің қиялыңыз ұшқыр, ойыңыз ерекше, сондықтан бүгінгі идеяларыңызды жазып алып, жүзеге асыруға тырысқаныңыз жөн. Жұмыс пен мансапта күтпеген өзгерістер орын алуы мүмкін. Сізге тосын ұсыныс түсуі немесе жаңа бағыт ашылуы ықтимал. Әріптестеріңіз сіздің ерекше ойларыңызға таң қалып қолдау білдіреді. Бірақ өз принциптеріңізді сақтауды ұмытпаңыз, бәрімен келісу міндетті емес. Қаржы мәселесінде абай болыңыз. Қолда барды дұрыс пайдаланып, қажетсіз шығынға жол бермеңіз. Егер қарыз беруді немесе алуды ойласаңыз, бәрін нақтылап, қағазға түсіріп алғаныңыз дұрыс. Махаббат саласында романтика күшейеді. Серіктесіңізбен жылы әңгіме құрып, бір-біріңізді тыңдау қарым-қатынасты нығайтады. Ал жалғыз су құйғыштар ерекше жанмен танысып, жүрегі толғуы мүмкін. Бұл кездесу болашағы бар қарым-қатынастың бастамасы болуы ғажап емес. Денсаулыққа қатысты энергияңыз мол, бірақ жүйкеңізді қорғауға мән беріңіз. Қарбалас пен көп ақпараттан шаршауыңыз мүмкін, сондықтан табиғат аясында серуендеп, ойыңызды тынықтырғаныңыз жөн. Күніңіздің ұраны, ерекше ойлар үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Балықтар. 21 тамызда балықтар үшін эмоциялар мен шабытқа толы күн болады.
Сіз айналаңыздағы адамдардың көңіл күйін тез сезесіз, сондықтан ішкі түйсігіңізді тыңдау аса маңызды. Армандарыңызға қадам жасайтын сәт жақындап келеді. Бүгін ойға алған жоспарларыңызды жүйелеп, нақты әрекет етуді бастаңыз. Жұмыста шығармашылық көзқарасыңыз ерекше бағаланады. Жаңа идея ұсынсаңыз, немесе жобаларға жанашырлықпен кіріссеңіз, әріптестердің қолдауын табасыз. Бірақ тым артық сенгіштікке жол бермеңіз, бәрін нақты дәлелдермен тексерген жөн. Қаржыда тұрақтылық бар, бірақ ұсақ шығындарға абай болғаныңыз дұрыс. Өзіңізге қажет емес заттарға ақша жұмсап қоюыңыз мүмкін. Инвестицияға немесе жинақ жасауға ойыңыз болса, бүгіннен бастауға қолайлы уақыт. Махаббатта нәзіктік пен жылулық сезілмек. Жұптағы балықтар бір-біріне қамқорлық жасап, терең әңгімелер арқылы жақындай түседі. Ал жалғыз жүргендер ерекше жанмен танысып, жүрегін тез жаралап алуы мүмкін, сондықтан асықпай, бәрін уақытқа тапсырған жөн. Денсаулыққа келсек, күш-қуатыңыз мол болғанымен артық уайым денсаулыққа әсер етуі мүмкін. Медитация, тыныс алу жаттығулары немесе музыка тыңдау арқылы жан дүниеңізді тыныштандырыңыз. Күніңіздің ұраны, жүрегіңді тыңда, ол дұрыс бағытты көрсетеді. Бұл күн әр жұлдыз белгісі үшін жаңа мүмкіндіктерге толы болмақ. Көпшілігі өмірінде кішкентай, бірақ маңызды өзгерістерге қадам жасайды. Энергия жоғары, сондықтан бастамаларды қолға алу, жоспарларды іске асыру, жаңа таныстық орнату үшін қолайлы сәт. Бүгінгі басты кеңес сабырлы болу, эмоцияға берілмеу және түйсігіңізді тыңдау. Жұлдыздар әркімге жеке дара сынақ сыйласа да, дұрыс бағыт таңдай білсеңіз, нәтижесі қуантады. Махаббатта шынайылық, жұмыста адалдық, қаржыда есептілік қажет. Денсаулыққа байланысты өзіңізді күтіңіз, артық күш салудан сақтаныңыз. Бұл күннің символы жаңа бастау. Не ойласаңыз да батыл қадам жасай аласыз. Күннің ұраны, алға қадам жасаудан қорықпа, жол өздігінен ашылады.